дәл осы мейрамхананы арнайы Сарыағаш қаласы үшін жобаладық десек, көбісі сенбейді. Ендеше видеоны толық көріп шығыңыз. Мейрамханамыздың көлемі 48-ге 36 метрді құрайды. Егер байқаған болсаңыздар, мейрамхана бізде жоғарғы бөлікте орналасқан. Себебі участоктың деңгейі екі түрлі болуына байланысты біз ұтымды шешім қабылдадық. Өздеріңіз байқап тұрсыздар, подпорный стенкімен мейрамхана және автотұрақ болып екіге бөлінген. Бұл бізге не береді? Қандай ерекшеліктері, артықшылықтары бар? Мысалға, тойханаға келген кісілер автотұраққа көлігін қояды. Той басталғанша, салтанатты кеш басталғанша, отбасымен, бала шағасымен мынау алдындағы арнайы орналастырылған скамейкілеріміз бар, жасыл желектер бар, осы жерде демалады. Ол сіздің келіп кеткен келушілердің бала шағасы үшін, отбасы үшін қауіпсіздіктің бір белгісі ретінде және тойхананың деңгейін жоғары көтеру мақсатында ойластырылған. Автотұрақтан тағы бір байқайтынымыз, мынау рампаға көңіл бөлетін болсаңыздар, бізде жалпы тойхана екі банкет залынан тұрады. Үлкен банкет залы және кіші VIP банкет залы. Осы VIP банкет залы екінші қабатта орналасуына байланысты астында асхана, толық асхана қоймалары орналасқан. Осы қоймаға ыңғайлы болу үшін жүк көлігі, автокөлік осылай рампа арқылы көтеріліп, ішке зат кіргізуге ыңғайлы болу үшін бұл дүниені де қарастырып кеттік. Біз кез келген жобаны сызу барысында тек қана ғимараттың сәулетіне ғана көңіл бөлмей, тапсырыс беріп жатқан кәсіпкердің де алдағы уақытта кәсібінің дұрыс жүруіне, әр кезде трендте, яғни сұраныста болу мақсатында сол варианттарды ұсынып кетеміз. Мысалға, мынау ғимаратқа байқайтын болсаңыздар, біз ұсынған дизайнда анау бұрыштағы лепестоктарымыз әр витраждың ортасында қайталанғанын көре аласыздар. Бұл дегеніміз қазір заман бір орында тұрып атқан жоқ. Жылма-жыл ғимараттар сән салтанатын өзгертіп жатыр. Өйткені мейрамхана, тойхана, ресторандар көп. Тапсырыс берушінің, яғни той өткізем деген кісілердің талғамы да өсіп жатыр. Сол себепті алдағы уақытта бұл кісі бір 2-3 жылда, 4-5 жылда қайтадан сұраныстан түсіп қалмас үшін біз екі этапқа бөлдік. Бірінші этапын қазір көріп тұрсыздар. Екінші этапы 2 немесе 3-4 жылдан кейін осы лепестоктарды ағаштың фактурасымен әр витраждың ортасында қайталайтын болады. Және де ішкі дизайнда да біз осы мәселелерді ескеріп кеттік. Ол жерде де ең қазірной моменттері қазірше жасалмаған. Алдағы уақытта тағы да сұранысты арттыру мақсатында ол екінші этап ретінде жасалып бой көтеретін болады. Үлкен банкет залымызбен таныстыратын болсақ, ені 26, ұзындығы 42 метрді құрайды. Биіктігі керемет биік болып көрініп тұр, 10 метрді құрайды. Бұл үлкен банкет залымызда қазақтың кең көңілі сияқты 600 адамды сыйдыратын керемет кештер өткізуге болады. Сырт іштегі дизайнға көңіл бөлетін болсаңыздар, келушілерге толық эмоция сыйлау мақсатында барлық заманауи материалдарды қолдана отырып, іш жақтағы бізде қазір LED экрандар өшіп тұр. Келушілерге әр жерден, әр локациядағы эмоция, әр локациядағы қуаныш толық көрсетілу үшін LED экрандар барынша көбейтілген. Жастардың отыратын орны, өнерпаздарға арналған сахнамыз, және де мынау лепестоктарға көңіл бөлетін болсаңыз, сыртқы фасадтағы кейбір элементтерді іште де қайталағанбыз. Барлығы бір ансамбльде көріну мақсатында. Біздегі парадный есіктен сол жақ бетінде ыңғайлы болу үшін келіп, тойға тапсырыс берем, өз қуанышын атап өтем деген кісілер үшін администраторлық бір кабинетіміз, және де өнерпаздар үшін бөлек бөлме қарастырылған. Асханадан тікелей төрін байқайтын болсаңыздар, төбедегі VIP кабинкаға, VIP банкет залымызға бөлек баспалдақтар, яғни даяршыларға ыңғайлы болу үшін, үлкен банкет залдан өтпес үшін осы жағдайлардың бары қарастырылған. Бұл біздің екінші қабаттағы 50 адамға арналған VIP кіші банкет залымыз. Бұл залды ерекшелейтін тағы бір дүние, өзінің бөлек арнайы жаздық террассасы бар. Бүгінгі сіздермен таныстырған жобамызға қатысты өз ойларыңызды, пікірлеріңізді міндетті түрде жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сәулет Групп компаниясы сіздің кез келген сұранысыңызға сай келетін, сәулеті мен сәні жарасқан, талғамыңыз бен талабыңызды толық ескеретін кез келген қоғамдық ғимарат жобасын әзірлеп беруге дайынбыз. Бұдан ары қарай, бұдан да қызықты жобалармен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.